Қазақ тілінде сабақтас құрмалас сөйлем басыңқы және бағыныңқы сөйлемнен тұрады. В казахском языке сложно подчиненные предложения состоят из главного предложения и придаточного предложения. Сабақтас құрмалас сөйлемнің 6 түрі бар. У сложно подчиненных предложений есть 6 видов. Бірінші түрі, первый вид. Шартты бағыныңқы, придаточные условия. Екінші, қарсылықты бағыныңқы, придаточные уступительные. Үшінші, себеп бағыныңқы, придаточные причины. Төртінші, мезгіл бағыныңқы, придаточные времени. Бесінші, қимыл сын бағыныңқы, придаточные образа действия. Және соңғы түрі, алтыншы, мақсат бағыныңқы. И последний, шестой вид, придаточные цели. Енді әрбір түріне жеке-жеке тоқталып кетейік. Теперь давайте с вами остановимся на каждом из видов. Сонымен бірінші түрі шартты бағыныңқы. Первый вид – придаточные условия. Сұрақтары, вопросы. Қайтсе, қайтпейінше. Если что. Жасалу жолдары, пути образования. Са-се жұрнақтарына жіктік жалғау арқылы. С помощью суффиксов са-се, к которым прибавляется личное окончание. Мысалы, например, сабақ оқысаң, 5 аласың. Если ты выучишь уроки, то получишь 5. Екінші, маймей, байбей, пайпей жұрнақтары арқылы. Второе, с помощью суффиксов маймей, пайпей, байбей. Сабақ оқымай 5 алмайсың. Не выучив уроки, не получишь 5. Ары қарай. Келесі жұрнақтар арқылы. С помощью следующих суффиксов майынша мейінше, пайынша пейінше, байынша бейінше. Мысалы, например, сабақ оқымайынша 5 алмайсың. Пока не выучишь уроки, не получишь 5. Және соңғы түрі келесі жұрнақтар арқылы. И последний вид с помощью следующих суффиксов. Ғанда генде, қанда кенде. Мысалы, например, сабақ оқығанда 5 алар едің. Если бы ты выучил уроки, то получил бы 5. Екінші түрі қарсылықты бағыныңқы сөйлемдер. Второй вид – придаточные уступительные. Сұрақтары, вопросы. Қайткенмен, қайтсе де, не істесе де. Несмотря на что. Бірінші жолы са-да, се-де жұрнақтары арқылы жасалады. Первый путь образуется с помощью суффиксов са-да, се-де. Мысалы, например, қыс келсе де қар жаумады. Хоть и пришла зима, но снег не выпал. Ған-ген, қан-кен қосылған мен арқылы жасалады. Например, мысалы, қыс келгенмен қар жаумады. Хоть и пришла зима, но снег не выпал. Үшінші түрі. А, е, и жұрнақтарына тура тұрса да тұрақты сөздерін жалғау арқылы. Добавлением к суффиксам а, е, и слов тура, тұрса да. Мысалы, например, қыс келе тұра қар жаумады. Хоть и пришла зима, но снег не выпал. Ғанына геніне, қанына кеніне, қарамай, қарамастан сөздерін қосу арқылы. Прибавлением слов қарамай, қарамастан к суффиксам ғаныне, геніне, қаныне, кеніне. Мысалы, например, қыс келгеніне қарамастан қар жаумады. Хоть и пришла зима, но снег не выпал. Және соңғы жасалу жолы ғанша генше, қанша кенше жұрнақтары арқылы. И последний путь образования придаточных уступительных с помощью суффиксов ғанша генше, қанша кенше. Мысалы, например, далаға шығып тоңғанша үйде отыр. Чем мерзнуть на улице, лучше сиди дома. Үшінші түрі қимылсын бағыныңқы. Третий вид – придаточные образы действия. Сұрақтары, вопросы. Қалай, как,
Қайтып, каким образом? Мысалы, жасалу жолдары А, Е, И, Ып, Эп, П жұрнақтары арқылы. Пути образования с помощью суффиксов А, Е, И, Ып, Эп, П. Мысалы, например, олар су ішіп, шөлдерін қандырды. Выпив воду, они утолили жажду. Маме, бабе, папе жұрнақтарына с және тан, тен жұрнақтарын қосу арқылы. Прибавлением суффиксов маме, бабе, папе звука с плюс суффиксов тан, тен. Мысалы, например, олар су ішпестен шөлін қандырды. Выпив воду, они утолили жажду. Ғанген, қанкен жұрнақтарына күйі, қалпы, бойы сөздерін жалғау арқылы. С помощью присоединения к суффиксам ғанген, қанкен слов күйі, қалпы, бойы. Олар су ішкен күйі шөлін қандырды. Выпив воду, они утолили жажду. Және соңғы түрі ғанген, қанкен жұрнақтарына дай, дей жұрнағын және болып деген сөзді қосу арқылы. И последний путь образования к суффиксам ғанген, қанкен прибавляются суффиксы дай, дей и постоянное слово болып. Например, мысалы, олар су ішкендей болып шөлдерін қандырды. Выпив воду, они утолили жажду. Төртінші түрі себеп бағыныңқы сөйлемдер. Четвертый вид придаточные причины. Сұрақтары, вопросы. Неге, почему, неліктен, от чего, не себепті, по какой причине. Және жасалу жолдары и пути образования. Қандықтан, кендіктен, ғандықтан, гендіктен жұрнақтарын қосу арқылы. С помощью прибавления суффиксов ғандықтан, гендіктен, қандықтан, кендіктен. Мысалы, пример. Күн жылы болғандықтан біз серуенге шықтық. Мы вышли гулять, потому что было тепло. Ғаны, гені, қаны, кені үшін сөзін қосу арқылы. Прибавление суффиксов ғаны, гені, қаны, кені и послеслога үшін. Мысалы, например, күн жылы болған үшін біз серуенге шықтық. Мы вышли гулять, потому что было тепло. Маме, бабе, папе жұрнақтарына и жұрнағын қосу арқылы. Прибавление суффиксов маме, бабе, папе и суффикса и. Мысалы, пример. Күн жылы болмай біз серуенге шықпадық. Мы не вышли гулять, потому что не было тепло. Ып, эппі жұрнақтар арқылы. С помощью суффиксов ып, эппі. Күн жылы болып біз серуенге шықтық. Мы вышли гулять, потому что было тепло. Үш жақтағы етістікке деп сөзін қосу арқылы жасалады. С помощью добавления к 3 временам глагола слова деп. Күн жылы болады деп біз серуенге шықтық. Мы вышли гулять, так как будет тепло. Және соңғы түрі ғанген, қанкен жұрнақтарына соң, себепті кейін сөздерін қосу арқылы. И последний путь образования. Добавляем к суффиксам ғанген, қанкен устойчивых слов соң, себепті или кейін. Мысалы, пример. Күн жылы болған соң біз серуенге шықтық. Мы вышли погулять от того, что тепло. Бесінші түрі мезгіл бағыныңқы. Пятый вид придаточные времени. Сұрақтары, вопросы. Қашан, когда? Қашаннан бері, с каких пор? Қашанға дейін, немесе қашанға шейін, до каких пор? Жасалу жолдарын мен есімдігі арқылы мысал ретінде көрсетейік. Давайте с вами пути образования посмотрим на примере с одним местоимением «я». Первый путь образования с помощью суффиксов ғандагенде, қандакенде. Мен айтқанда ол жазды. Он написал, когда я сказал. Мы здесь добавили суффикс «қанда», потому что последняя буква глагола «т» глухая и твердые звуки «айт». Екінші жолы ғанға, генге, қанға, кенге жұрнақтарына шейін, дейін сөздерін қосу арқылы.
Второй путь образования к суффиксам ганга, генге, ханга, кенге мы добавляем устойчивые слова шейін дейін. Мен айтқанға дейін, ол жазды. Он написал до того, как я сказал. Үшінші жолы. Третий путь. Ғаннен, геннен, қаннан, кеннен жұрнақтарына соң кейін жалғаулықтарын жалғау арқылы. С помощью суффиксов ғаннен, геннен, қаннан, кеннен, которым добавляем после слоги соң и кейін. Мысалы, пример. Мен айтқаннан кейін ол жазды. Он написал после того, как я сказал. Бесінші жолы. Ғанген, қанкен жұрнақтарына сайын жалғаулығын жалғау арқылы. Пятый путь образуется с суффиксом ғанген, қанкен, добавляем после слог сайын. Мен айтқан сайын ол жазады. Он пишет после того, как я говорю. Ары қарай. Ғанген, қанкен жұрнақтарына кезде сөздерін жалғау арқылы. Мен айтқан кезде ол жазды. Он написал в тот момент, когда я сказал. Ары қарай. Ғанген, қанкен жұрнақтарына шаше жұрнақтарын жалғау арқылы. С добавлением к суффиксам ғанген, қанкен суффиксов шаше. Мысалы, например, мен айтқанша ол жазды. Он написал, пока я сказал. Маме, бабе, папе жұрнақтарына с жұрнағымен бұрын жалғаулығын жалғау арқылы. Добавлением суффикса маме, бабе, папе суффикса с и после слога бұрын. Мен айтпас бұрын ол жазды. Он написал до того, как я сказал. Ысымен, ісімен, сімен жұрнақтары арқылы. С помощью суффиксов ысымен, ісімен, сімен, сімен. Мен айтысымен ол жазды. Он написал после того, как я сказал. Арда, ерде, ырда жұрнақтары арқылы. С помощью суффиксов арда, ерде, ырда. Мен айтарда ол жазады. Он пишет, когда я говорю. Ары қарай, ғалы, келі, қалы, келі жұрнақтары арқылы. С помощью суффиксов ғалы, келі, қалы, келі. Мен айтқалы ол жазды. Он написал после того, как я сказал. Ғаннан, геннен, қаннан, кеннен жұрнақтарына бері жалғаулығын жалғау арқылы. К суффиксам ғаннан, геннен, қаннан, кеннен добавляем после слог бері. Мысалы, например, мен айтқаннан бері ол жазды. Он написал после того, как я сказал. Және де соңғы мысал са-се және жіктік жалғау арқылы жасалады. И последний пример. Образуется с помощью суффиксов са-се плюс личное окончание. Ол келсе, сабақ аяқталыпты. Когда он пришел, урок, оказывается, закончился. Және соңғы алтыншы түрі мақсат бағыныңқы сөйлемдер. И последний шестой вид придаточные цели. Сұрақтары, вопросы. Неге? Зачем? Не үшін? Для чего? Не мақсатпен? С какой целью? Жасалу жолдары, пути образования. Мақмек, бақбек, пақбек жұрнақтарына ш-ш жұрнақтарымен болып сөзін қосу арқылы. С помощью суффиксов мақмек, бақбек, пақбек, к которым добавляются суффиксы ш-ш и слово болып. Мысалы, пример. Ол оқымақшы болып қалаға келді. Он приехал в город, чтобы учиться. Барлық болымсыз етістіктерге үшін жалғаулығын жалғау арқылы. Второй путь образуется с помощью неопределенных глаголов, к которым добавляется после слог үшін. Мысалы, ол оқу үшін қалаға келді. Он приехал в город для того, чтобы учиться. Шартты, қалау, бұйрық райларына деп сөзін қосу арқылы. Третий путь образования. К условным, желательным и повелительным наклонениям добавляется слово деп. Ол оқысам деп қалаға келді. Он приехал в город, чтобы учиться. Және ең соңғы түрі г, қк жұрнақтарына тәуелдік жалғаумен келіп сөзін қосу арқылы.
И последний путь образования с помощью суффиксов г, кк, притяжательных окончаний слова келіп. Мысалы, например, оның оқығысы келіп қалаға келді. Он приехал в город для того, чтобы учиться. Осымен сабақтас құрмалас тақырыбындағы сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. На этом наш урок о сложно подчиненных предложениях завершен. Спасибо.